Ертеде bir alыс ауылда екі ағайынды өмір сүріптіміз. Үлкені бейнетқор, ақылды, ал кішісі барып тұрған жалқау, іші тар ақылсыздау болыпты. Есімі Қадыр екен. Әке мұрасынан өзіне тиген еншісін әлде қашан ішіп жеп тауысқан болатын. Тек қана кебенек келгір бір ешкісі, ескі сандығы, сосын шұрық тесік кезі қалыпты. Қадырдың жалқаулығы сондай, ұйқыны өте жақсы көріпті. Ұйқыдан ол тек қарны ашқанда, шөлдегенде және тағыда не үшін екен түсінесіңдер ғой, сондаған ояныпты. Бірақ бүгін таңертең оны қиқар ешкісі мен шақырайған күн оятты. Киіз үйдің жыртықтарынан түскен күн сәулесінен Қадыр қаншама ары-бері аунап қашса да, одан құтыла алмай амалсыз ақыр орнынан тұрды. Сөйтіп әдеттегідей қолына ине жіп алып, тағы да тесіктерді жамауға кірісті. Қанша жіп түздім, қанша инені сындырдым, саусағымды түгел шаншып алдым. Бұл бәле өзі қашан бітеді? Ойбай! Ұшып барам! Құладым! Өлдім! Бір тал шөп үшін киіз үйді қираттың. Қазір мүйізіңді қағып алайын. О, желіні сыздап сауатында уақыт бопты ғой. Әлгі менің тостағаным қайда? Ал сен ешіктай жарайсың, қиқарлаусың. Менің сүтті жақсы көретінді білесің ғой. Ох, менің шынағым. Ох, менің сотқарым. Әй, сүтті көсің, байқа. Тоқта, есің дұрыс па? Әй, тоқта деймін. Тоқта. Сен немені, мені аштан өлтірмексің бе? Сен ешкі емес. Сен шайтансың. Жарайды. Сүт ішпесем де өлмеспін. Бидайды майға құрып жеп той балам. Осы жыртық үйде, қырсық ешкіде бәрі құрысыншы. Ойбай-ау, май жоқ қой. Бидайды қалай қуырам? Мүмкін мені тонап кеткен шығар. Үйде тесік, торсықта тесік, сандықта тесік. Қуын қарай көр, шалдар тышқанды кеміргіш дейтін еді. Олар да майды жақсы көреді екен ғой. Кет әрі шиқылдамай, өзімді ашпын. Қарай көр, арада майды жақсы көреді. Мында кішкене бар екен. Қазанға жақып жіберсе мүмкін көпіріп көбейер. Міне, күш. Ойбай-ай, шағып алдау. Бұл бал емес, май ғой. Өзіңдамай кет жер. Тезірек жансаң шенді. Ешкі сотқар, тышқан нұры, ара шаққыш. Тезек ылғал. Мүмкін сандықтан жейтін бір нәрсе табылып қалар. Кітап. Бұдан көрі қалуа, немесе құрт болғанда қой. Тезекте тұтанды. Кітап тамақ болмайды. Ақылдан басқа еш нәрсе жоқ. Қазы, қуырдақ, шұжықты қалай пісіруді жазбай ма одан да? Мүмкін бұл кітапты қалуаға не бауырсаққа айырбастар. Көне кітап. Әкем мұны ылғи оқитын. Мүмкін бұл кітапты қойға айырбастар. Остапұлы, бүгін? Жатырсың ба? Сенің ешкім анау жерде жіп қоралып қылқынып жатқан, обал емес бе? Түх, ақсақалай. Мені қатты қорқыттың ғой. Әлі тірі екен. Ал сен қылқынып жатыр деп зәремді алып едің.
Qadir, netken жатып ішер жалқаусың, а? Ана ағаңа қараш, екеуің бір әке, бір шешеденсіңдер, ал тұрмыстарың әр түрлі, тіпті ұқсамайсыңдар. Ей, бейшара! Сен кімсің өзі? Көрші ауылдансың ба? Мен дала рухымын. Бәрін көріп, бәрін естіп тұрамын. Ал сен ағаңа барып, өзіңнің кім екеніңді сұрап біл. Ақылдасып, жалғаулықтан құтылудың жолын ізде. Ақмақ болма, балам. Ақмақ болма. Шетінен айтатындары. Ақал. Одан да тамақ беріп, сауабымды алмай ма? Қой, ағама барайын. Мүмкін сол көмектесер.